Барлықтарыңызға саламатсыздар ма? Жеке жоба көрмесіне қош келдіңіздер. Менің есімім Камалова Аружан Серікқызы және мен Назарбаев зияткерлік мектебінің жеке жоба координаторы болдым. Осы жылы бізде жалпы 180 жоба қорғалды. Соның ішінен үздік деп 8 оқушының жобасы таңдалып отыр. Оның біршама себептері бар. Солардың бірі ол уақыт қысқалығы деп айтсақ болады. Және де осы үздік 8 жобаны бүгін біз сіздерге ұсынғалы отырмыз. Тамашалаңыздар, сіздерге ұнайды деген ойдамыз. Hello everyone, my name is Arjan Kamalova Serikqızı. I am a personal project coordinator at Nazarbayev Intellectual School International Baccalaureate. We are very pleased to announce 8 winners, let's say, of the personal project who have shown the best effort and the best project. And overall, there were 180. However, we have chosen 8 due to the limit of our time of the translation and of the conference. So here are those 8 students. Let me present them. Okay. So this is the list of names and people who will be speaking for today: Abilova Aruzhan, Maksudova Madina, Ilyasova Dana, Respectova Kamila, Mumbai Malika, Danmuhamed Aida, Berdukulov Taulichan, and Tutayeva Leila. Okay, and the first person to speak is Abilova Aruzhan. Her supervisor is Shmalova Almagul, and the project is called Art Exhibition aimed at raising awareness about climate change. Сәлем достар, бүгінгі үздік жеке жобалар конференциясына қош келдіңіздер. Менің есімім Абилова Аружан, және бастамастан бұрын менің сіздерге қояр бір сұрағым бар. Сіздер бейнелеу өнері немесе суреттер галереяларына барып көргенсіздер ме? Әрине, әрбір адамның мұндай өнер ордасында өмірінде кем дегенде бір рет болып көргені анық. Ал егер мен сіздерге сіздердің жеке суреттеріңіздің негізінде жеке көркем сурет көрмесін өткізу мүмкіндігі туралы айтсам ше. Өз басым 6 жасымда сурет салумен айналысып бастағаннан бері көркем сурет көрмесін өткізу менің балалық шақтағы армандарымның біріне айналды. Сондықтан өткен жылдың 30 наурызында жеке жоба циклымен алғаш танысу өткен соң, мен көп кідірместен жеке жобаны өз арманымды мақсатқа айналдырып, оны жүзеге асыратын тамаша мүмкіндік ретінде қабылдап, осы арқылы қоғамға белгілі бір пайда келгім келді. Сонымен менің жеке жобамның тақырыбы климаттық өзгерістер мәселесі туралы хабардарлықты арттыруға бағытталған сурет көрмесі. Климаттық өзгерістің көрмеге не қатысы бар дерсіз, немесе мен бұл тақырыпты не үшін таңдадым? Өзім айтып кеткендей, мен үшін таңдалған тақырыптың жеке қызығушылығымды оятып қана қоймай, сонымен қатар қоғамға белгілі бір пайда келуінің маңызы зор болды. Көп адамдар климаттық өзгерістің Қазақстанға жағымсыз әсері аз немесе тіпті жоқ деп айтады. Алайда бұл мүлде қате ұстаным. Экология министрлігінің климаттық саясат және жасыл технологиялар саласы бойынша директор орынбасары Зульфия Сүлейменованың айтуы бойынша, климаттық өзгеріс салдарынан Іле Алатауының бойындағы тұйық су мұздығы 1950 жылдан бастап 1 шақырымға дейін жылжыған. Бұрын мұздық көлдер 3000 метр арасында кездесетін болса, ал енді олар 3300, тіпті 3400 метр биіктікте кездесетін болған. Климаттық өзгеріс салдарлары осымен ғана шектеліп қоймайды, және мұның барлығы табиғаттағы экстремалды жағдайлардың және құбылыстардың жиілеуіне әкелмек. Сондықтан бұл мәселе мені қатты алаңдатқандықтан, мен Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары мен мұғалімдеріне және жалпы қауымдастығына және Нұр-Сұлтан қаласы тұрғындары қауымдастығының назарын климаттық өзгеріс мәселесіне аудартып, олардың мәселеге қатысты хабардарлығын жоғарылатумен қатар өзімнің өнер туындыларымен бөліспек болдым. Мен өз алдыма климаттық өзгерістер тақырыбын зерттеп, аталмыш экологиялық мәселеге арнап майлы бояулармен кем дегенде 5 көркем сурет салу және қазақстандық суретшілермен бірлесе отырып көркем сурет көрмесін өткізу деген мақсат қойдым. Енді жаһандық мәнмәтінге көшейік.
Менің таңдаған жаһандық мәнмәтінім бұл жаһандану және тұрақты даму. Ол маған әлемдік мәселелер мен оның шешімдерін және оларды шешудегі жеке жауапкершілігімді түсінуге көмектесетін болады. Жоба барысында мен әлеуметтік желілерді қолдану арқылы қазақстандық суретшілерге хабарласып, оларға экология тақырыбына қатысты суреткерлік коллаборация жасауды ұсындым. Және сәтті қарым-қатынас нәтижесінде менің сурет көрмемді 108 Веги кафесі, Арай Глобал фонд халықаралық фонды және Арай Галлери арт галереясы қолдады. Осының нәтижесінде мен өзімнің көркем сурет көрмемді түрлі ұйымдармен бірлесе отырып ұйымдастырдым. Енді тікелей өнімнің өзіне назар аударуларыңызды сұраймын. Өнім ретінде мен пейзаж жанрында табиғат тақырыбына байланысты 6 көркем сурет салдым. Оның бірі әйгілі Винсент Ван Гогтың кешкі кафе террасасы суретінің репродукциясы. Репродукция жасау үшін нақты кешкі кафе террасасы суретін таңдағанымның себебі менің Винсент Ван Гогтың өнеріне және суреттеріне деген ерекше сүйіспеншілігімен тығыз байланысты. Осы арқылы мен өзімді сурет репродукция саласында алғаш рет байқап көріп, майлы бояумен сурет салу техникамды одан әрі шыңдай түстім. Негізінен суреттерімнің көбісі архитектуралық құрылыстардан тұрғанына қарамастан, олардың әрқайсының астарында табиғат пен экологияға қатысты терең байланыс жатыр. Мәселен, көңіл толқыны көркем суретіне назар аударуларыңызды сұраймын. Бұл жерде табиғаттағы тепе-теңдік тақырыбы көрсетілген. Мұхит пен жағадағы қайық, алысқа бағдар беріп ұшып бара жатқан шағала құстар сынды кішкене детальдар арқылы мен балансқа толы антропогендік факторлардың әсеріне ұшырамаған табиғатты бейнелегім келді. Енді тікелей көрме барысы бойынша айтатын болсам, көрме барысында танымал өнертанушы Галина Поваляшко климаттық өзгеріс мәселесіне қатысты өз ойымен бөлісіп, басқа көрмеге келуші адамдар осы мәселені шешуге қалай үлес қоса алатындығымен бөлісті. Сонымен қатар, көрермен жүрегіне қылқалам өнерінің тереңірек жол табуы үшін ұлы дала мен урбанизм салаларын ұштастыра отырып, әйгілі қобызшы дәстүрлі өнер ансамблінен келіп, Ықылас Дүкенұлының жез күйін орындап, соңында биологиялық алуан түрліліктердің азаюы мәселесіне қатысты өз пікірмен бөлісті. Жалпы көрме сәтті өткендіктен мен үшін жобаны жасаудағы ең сүйікті сәт әрине де іс-әрекеттің өзі болды. Яғни көрмені өткізу және көрмеге келушілермен қарым-қатынас қатысу, олардан кері байланыс алу ең сәтті бөлім болды деп ойлаймын. Енді жобаның аяқталуына қарай менің 9 сынып оқушыларына беретін 3 негізгі кеңесім бар. Бірінші кеңес бұл әрине де жоба барысында прокрастинацияға берілмей, өз уақытыңызды тиімді үйлестіруге тырысыңыз. Себебі жеке жоба бұл өте көлемді жоба болғандықтан, оны дұрыстап бөліп, яғни жоспарлап отыру өте маңызды. Екінші кеңесім бұл сізге берілген мүмкіндіктерді барынша қолдануға тырысыңыз. Және егер де сіз жоқ деген жауап алатын болсаңыз, онда алдыңызда бір есіктер жабылса, келесі есіктердің ашылатыны есіңізде үнемі жүрсін. Себебі көрме өткізу барысында мен көрме ұйымдарына жазу арқылы көптеген жоқ деген жауаптар алғаныма қарамастан, әрі қарай зерттеуімді жалғастырып, 108 Веги кафе вегетариандық кафесімен келісімсөз жүргіздім. Үшінші кеңес бұл жеке жобаның ғаламдық мәліметін таңдау барысында өте мұқият болыңыз. Себебі ғаламдық мәліметін бұл жеке жобаңыздың басты бағытын, яғни айдарын айқындайтын негізгі факторлардың бірден бірі. Назарларыңызға рахмет. Егер де сұрақтарыңыз туындаса, мен оларға жауап беруге дайынмын. Жақсы, рахмет көп Аружан. Өте ауқымды жоба болған сізде, сондықтан көп рахмет сізге. Okay, our next speaker is Maqsad Quzumadin. Her supervisor is Matthew Devani, and the project will be in English, and it is called A Magazine with a Balanced Diet for Teenagers. So please welcome Madina. Ask yourself one question. How did you feel as a teenager? Stressed, shy, or insecure? I think all people in their teens face with such feelings, and one of the main causes is hormonal changes. But what does it mean? Yes, many teenagers face with red pimples.
I made a survey among 20 of my teenage friends in order to find out how relevant the problem of acne is. From the answers, we can conclude that 75% of teens have acne, 87% of teens don't feel confident because of acne, and 72% think that acne interferes with their life. According to the statistics, 85% of teenagers from all over the world face this problem. According these results, I can be it can be understood that many teenagers have a problem and it interferes with them, then the problem is considered global and relevant. I myself faced such a problem. I had low self-esteem for 5 years, but after many years, I still managed to become the owner of the good skin. And I'm sure that my product will help other teenagers to have the cleanest and smoothest skin. Hello, dear audience. Today I'm going to present you my personal project and some secret tips of people who have perfect skin. My personal project is a magazine with a balanced diet for teenagers. Let me introduce my product. Here, nutrition plays an important role in the health of the skin and in the overall health of the body too. And my product tells you exactly what product worsen and improve the quality of the skin. It provides information about the main causes of acne, the ability and gives ability to cure the skin with a 7-day diet. And what was the main goal of my project? It was to create a magazine with a balanced diet that will help cure acne for 7 days, that contain 3 meals and 2 snacks for teenagers who have acne in order to make them more healthier and more confident. And the reasons why I choose this particular projects are I want to help other teens. Due to the fact that I also had this problem, I know how much acne can interfere with teenagers. Because of acne, teenagers feel insecure and they lose the opportunity for new equitations and new opportunities. I also couldn't go to a modeling agency for a while because of acne, because I was afraid that other models will look at me contemptuously. But also then I decided to take a chance and they accept me. Another reason why I choose this project is in order to do a personal project, I should consider my interest. One of my favorite subjects is biology because I think it's interesting to understand organisms and nature. And I wanted to link this particular subject to my project. The project that I did is connected with the profession that I'm going to link my life to. I want to become a dietologist and I want to improve my skills, knowledge about dietology thanks to this project. And the last reason is to change the attitude of teenagers to food, encouraging them to eat healthy. Uh, Food directly affects a human's health, and due to the fact that many teenagers prefer to eat junk foods, their health deteriorates. I want to change their views on healthy eating. I want to erase the myth that every healthy eating is tasteless. So the more teenagers switch to a healthy diet, the more healthy people there will be in the world, and the global health will improve. I can say that my project was time consuming, but the most challenging parts of the project were creation a diet and understand how food affect the skin in the biological way. Since I'm not so developed in the field of dietetics, I didn't understand many terms and how exactly food can affect the body, especially the skin. And it was also difficult for me to comply with the plan and do all the work on time because my time management skills were not so developed. I even remember that the last 3 days, uh, I was like a real panda because I slept for 4 hours, which then affect my physical and mental health. But I was able to solve this problem. After all, thanks to the challenges, I was able to gain invaluable experience and develop my skills.
But still, this project has done me more good than harm. Thanks to this project, I improved my skills, especially time management skills. During this project, I realized that I don't like to do all the work at the last moment. I realized that it's harmful to health and to the quality of the work. And after the project, I took up my time management skills. Now I do all the work on time and follow a clear plan. Moreover, it helped me in the definition of my favorite activity, helping people and creating diets. As I said earlier, I want to become a dietologist, but I wasn't sure. Thanks to this project, I saw that I like to make diets. I'm really interested in learning the relationship between food and the body. After I created the product, I offered it to my friends who took the survey and was surprised when they started giving me a positive review. Many were able to heal their skin, and I saw this confidence and happiness in their eyes. I was very happy because my product helped teenagers become healthier and happier. I can say that the product not only helped others but also helped me because I got to know myself better. After this pass, I want to give some recommendations to the students who will do these projects next year. This project is called a personal project, which means that it should be connected with a person and bring him a benefit and pleasure. You have no limit in choosing a project. You can take any project, so rely on your hobbies. Let this progress bring you a lot of fun. If you have the same problem as I have with time management, then make yourself gifts after each work done to be motivated. And no under gifts. I don't mean very expensive and large gifts, but they can be given to yourself after the each work. So it can be small gifts like watching an episode of your favorite TV series or a favorite meal and so on. Every time you know that you have a gift waiting for you after work, the work will become easier to do because you will have a good motivation. And as me, you can also connect the project with the future profession to see if you made the right choice. Thanks to the project, I was able to understand my purpose is in dietetics and that I really want to continue this project. I want to wish you good luck. I hope that your personal project will bring you a lot of joy and pleasure. Thank you for your attention. Okay, thank you, Madina. Hopefully, our students will also like your tips on perfect skin, and it will not only help the skin but also the health, hopefully, and they will not remain with the panda eyes, hopefully. So our next speaker is also in English. Her name is Ilyasa Dana, and the supervisor is Adilrama Jamila. The project is called Cartoon to Introduce Historic Architecture. So welcome, Dana. Firstly, I want to show you the piece of my cartoon.
sorry for that. I can show a small piece of the cartoon because of the lack of the time. So here I want to present my personal project and the whole process. And at the end, I want to give some advice for ninth grades. So my personal project is my home animated film based on history of architecture. Firstly, why I have chosen this project? Firstly, this project was related with my interests: architecture, visual arts, animation, and storytelling. Secondly, it was challenging for me as I thought that I can draw, that I should be doing it since childhood, and that all this stuff is only for prodigies. Thirdly, this the theme of the project and the whole format was relevant for me, as and not only for me, because history helps to understand the change and how our society formed, while animation is the unique and creative way of uh, presenting the idea. So first, and then I want to say about my expectations. It is very important part as you in this stage you should set real goals in order to meet most of your expectations. So my first expectation was that drawing should not be that hard, but in real it was really hard. Here I want to explain because before the project I thought that drawing is hard, and when I only started to draw, it seemed to me too easy. But in the process, I realized its complexity. The second expectation was that I will create very colorful and creative animated film like in Disney or Pixar, which is also unreal because according to my research, 5 minutes animated film needs one whole year for professional cartoonists, not including the time for learning part as I needed. And the third expectation was that I will be always motivated since I love to draw and I'm interested in this project, which is also unreal because sometimes you will feel yourself lazy, but sometimes you will feel that you're the Superman that will complete all the project in one day. So um, see that your expectations will not always be met. So what really happened? Firstly, I planned it, of course. It was hard to plan during the quarantine as since it is an unstable state for all of us, and sometimes my plans were even cancelled. The research part was most interesting part for me as I watched the videos on YouTube. Um, of course, they were teaching videos, and also I created and draw. The next step was that I draw, and draw. It was practice time, and there were a lot of problems and mistakes in my works. But how said my teacher from the art studio, if we don't do anything, we definitely won't fail. Next step was that I found the ideal program, but um, before that, worked with the OpenTunes program. Uh, then where my 1,000 scenes were removed. Imagine this figure, and then in 1 month I found the ideal program according to these three criterions: that it should be free, its interface should be friendly for the user, and most of the tools should be included in this program. And at the end, finally, I have painted 2,100 scenes, which included in my 3 minutes and 28-second cartoon film. Cartoon. What I will do then, I will be an architect and connect my life with an architecture and help society to build a healthy and effective environment. Here you can see one of the protests of my
drawing. Here are some tips for 9th grades. Set real goals, create detailed plan, work on things that you really like because you will stuck with this project for a whole year. And remember that you are not alone. You should ask help from everyone if you need it. So thank you for your attention. Thank you, Dana, and for all 2,100 pictures that you have drawn. Okay, so следующий наш спикер это будет на русском языке. Ее зовут Свекова Камила, супервайзер Умарова Клара и проект «Кастомизация футболок». Давайте послушаем Камилу. Готова поспорить, что большинство из вас сейчас сидят в футболке. Я права, не так ли? А все потому, что по статистике у 98% всего населения есть хотя бы одна футболка в гардеробе. Тут возникает вопрос, почему же все так любят футболки? Ответ прост. Они удобны, универсальны, стильные и простые. Итак, к чему же эти все предисловия? Все к тому, что мой персональный проект называется «Кастомизация футболок». Кстати, кому интересно, меня зовут Разбекова Камила, я ученица 10 B-класса, но не суть. На первом слайде вы можете наблюдать за процессом создания одной из футболок. Для тех, кто не знает, что такое кастомизация одежды, это переделка старых вещей, индивидуализация под того или иного человека с помощью определенных материалов, таких как кисти и нитки. Для начала хотелось бы поделиться с вами, почему я выбрала именно такую тему для своего проекта. На протяжении последних 3-4 лет меня очень интересует тема стрит-стайла, фэшна, моды и все, что связано с фэшн-индустрией. Для того, чтобы реализовать себя в этой сфере, я воспользовалась персональным проектом как возможностью и путем комбинации разных трендов захотела создать собственные индивидуальные дизайны для футболок. Перед изучением разных методов кастомизирования одежды у меня уже имелся некоторый опыт и знания в технике тай-дай. Да, вот на этом слайде вы можете наблюдать за самой моей первой кастомной футболкой. Для того, чтобы реализовать эту технику, я использовала белизну. Данный проект, то есть эта футболка, вдохновила меня на раздумья будущих дизайнов, что и подтолкнуло меня на выбор именно такой темы для проекта. Еще одна причина выбора именно такой темы для проекта стала глобальная концепция разумного потребления, то есть кастом является одним из методов переработки старых вещей и дарения им так называемой второй жизни. Поэтому в данном контексте кастомизация – это не только мое личностное выражение, но и метод, призывая к более осознанному потреблению вещей. На следующем слайде вы можете наблюдать за самим процессом создания 3 футболок. Каждая футболка имеет разный уровень сложности в выполнении. Постепенно увеличивая сложность выполнения каждой футболки, я набивала руку и осваивала новый материал краски по ткани. Такой материал я использовала впервые. И таким образом я приобрела новый опыт. Сам процесс в общей сложности занял около 30 часов, учитывая просушивание и нанесение краски в несколько слоев, чтобы сделать элементы более яркими и качественными. На следующем слайде вы можете наблюдать за финальными продуктами моего этапа действия. Моей изначальной целью было на протяжении проекта исследовать разные методы кастомизации и применить их для создания одежды собственного дизайна, а затем с помощью рекламы на личной Instagram-странице продавать получившиеся изделия. То есть я хотела продавать получившиеся изделия, чтобы весь вложенный в футболки труд был оправдан. Но по окончанию футболок и трезвой оценки по всем ранее созданным критериям оценивания продукта, я поняла то, что мои футболки не совсем презентабельные для выставки на продажу, поэтому решила не продавать, а просто дарить их своим клиентам. Данное решение дало осознание того, что нужно дальше развиваться и развивать свои навыки рисования и больше практиковаться, чтобы быть довольны своими результатами в будущем. Итак, на следующем слайде я бы хотела рассказать о нескольких своих сложностях, которые возникли во время выполнения проекта.
Самое первое — это недостаток навыков. Как я упоминала ранее, специальными красками для тканей я рисовала впервые, поэтому возникли технические проблемы во время создания продукта. Также, что хотелось бы отметить, это ведение процессуального журнала. Этот этап изначально казался очень легким, но, скажу честно, лично у меня случались казусы, когда я вовлеченно рисовала футболки и забывала фотографировать некоторые моменты. Поэтому не забывайте о журнале, ведь он будет являться прямым доказательством того, что именно вы сделали этот продукт. И последний пункт на этом слайде — это недочет и противоречие. Как и в любом проекте, я думаю, есть и в моем недочет. Это я поняла это после окончания работы. Главным моим минусом было то, что при выполнении продукта мои действия они как бы не сопоставлялись с посылом, который я несла. То есть вселение второй жизни, так как я использовала для кастома купленные футболки, а не старые вещи. Поэтому, если бы я повторяла этот проект в будущем, я бы исправила этот недочет и использовала бы старые вещи, а не новые для кастома. Подводя итоги своей работы, хотелось бы сказать, что дал мне этот проект. В первую очередь, это, конечно же, осознание того, что мне, безусловно, нравится фэшн-индустрия, но я хочу быть разумным потребителем, который думает об окружающей среде и как массовое производство влияет на нее. Данное осознание также вдохновило меня на идею создания собственного бренда, который будет экологичным и будет способствовать развитию фэшн-индустрии в нашей стране, так как фэшн-индустрия в нашей стране только набирает обороты, и я хочу стать человеком, который будет содействовать этому. Отвечая на вопрос, что же нужно для дальнейшего развития, так это, конечно же, желание. Самое главное в любой работе, в любой профессии — это желание. Желание развиваться, создавать что-то необычное и уникальное, то, что еще никому не приходило в голову. Следующее — это, конечно же, технический момент, улучшение навыков рисования и, конечно же, осведомленности в моде и модных тенденциях. На просторе интернета можно найти много бесплатных курсов, также видео, благодаря которым можно приобрести некоторый опыт. И напоследок, это, конечно же, больше практики. Практиковаться нужно все время. Как говорится, practice makes perfect, что означает практика делает лучше. В любой работе, чем больше практики, тем лучше результат будет в итоге. И завершая свою презентацию, присоединяясь к уже сказанным рекомендациям других учеников, хотелось бы добавить от себя вам, дорогие девятиклассники, несколько главных советов. Возможно, они покажутся вам банальными, но они действительно помогут вам выполнить работу качественно. Мой главный совет — организуйте свое время правильно. На каждом шагу вам говорят о тайм-менеджменте и его важности в качественной работе. Не игнорируйте этот аспект. И от себя я хотела бы порекомендовать вам по максимуму выполнить персональный проект летом. Основываясь на своем опыте, скажу, что очень важно кооперировать с супервайзером, ведь супервайзер является главным наставником и помощником в выполнении персонального проекта. Поэтому задавайте больше вопросов и не игнорируйте встречи. И напоследок хотелось бы сказать, если вы человек, который любит оставлять всю работу на одну ночь, не советую повторять этот трюк с персональным проектом. Самое главное в проекте — это составить план и следовать ему. Спасибо за ваше внимание. С вами была Камила. Надеюсь, вы не будете совершать ошибки своих предшественников. Всем удачи и терпения. Спасибо большое, Камила. Энергия прям чувствуется. Хорошо, спасибо. Надеюсь, 9 классы послушаются ваших советов и выполнят, конечно же, постараются выполнить все летом. Надеемся. Хорошо. And our next speaker is Mumbai Marika, and her supervisor is Janabai Ilyas. The project is creating a table transformer, which is a very unusual thing as well. So let's hear Marika. Is it visible? Yes, we can see it. Okay. Good day, dear audience. My name is Mumbai Marika, and this is my personal project. So starting from the 9th grade, I began to think about my future profession because I think it requires a specific approach in choosing it. And I want to connect my profession choice related to the drawing skills or design, as I have been
good at it since I was a child. And another point is that usually I was loaded a lot of school tasks, and I had to sit on the laptop for hours developing my spinal curvature. However, I'm not the only one who has such a problem, as according to the statistics, 45 and 1,000 teenagers in Kazakhstan were diagnosed with such a scoliosis. And it led me to an inspiring idea, namely the creation of table transformer. It means it should be convenient, healthy, and a compact table. Since by implementing this idea, I will not only be able to improve my study conditions at home, but also I'll be able to experience myself in the role of furniture designer, and make sure to what extent this profession suits me. So therefore, I have created a table transformer connecting it with a global context, scientific and technical innovations as I express my understanding in science and technology through the advance of communities and activity. In order to achieve best results, I divided my projects into 4 parts, which benefit me follow all the steps in an organized manner. The main thing is that I considered this project as a chance to develop myself, and as a first step in my future profession. So consequently, I could develop my self-management skills and qualities related to IB profile attributes. However, in doing such project, I faced some challenges, especially in the transition from planning part to taking action part. As according to the current condition in my city, I couldn't complete my first action plan, but thanks to my supervisor, I could cope up with the situation. Hence, he advised me to create and to construct second version of evaluation criteria and action plan, which appropriates to the 3D model of the table as a product. Of course, it made me do double work. However, due to this, I could develop my 3D modeling abilities and critical thinking skills. Despite this, I also had enjoying parts, which are drawing the sketches and getting feedback from my siblings who are also students. First of all, while drawing sketches, I could express my own ideas, applying the information gathered from investigation part and combining it with my own creativity. It made me relax this process as I did that which I really liked. And secondly, the reaction of my siblings, of students for the table make me proud of myself, because I became more confident as I realized that I could be useful for society by sketching such beneficial furniture designs. This helped me to understand what will I do next. So as I'm sure that my furniture designs is really helpful for the society, I became more ambitious, and I want to continue this activity by developing it till its perfection. For example, as you can see, my table is not as presentable as I consider, so I want to work on it in order to transform this disadvantage into advantage. So then I could sketch the ideas not only connected with table, but also focusing and considering other furniture like commodes, chairs, and wardrobes, and so on. And in general, in admission for universities, I think that these sketches and the designs may fill my portfolio, which is also great. But now I gave my table for my 10-year-old brother, because he didn't have such a table before, and he enjoys using it every day, and I'm really glad to see it. So then let me give you some advice, dear 9th grades, in doing your personal projects. So first is about interest.
It means you should choose that activity in which you are really interested and in which you are sure that you are able to do it. Because in this case, you will enjoy all the process. For example, as I mentioned before, I consider that topic in which I was really interested, and it made me accept this project as a chance, not as a load. Second is about time. Start your project as early as it possible, because you may face some challenges which will require a lot of time, and you may late for your deadline, as it was like as you can see in my experience, it was the same. So I recommend you to start your project in summertime. So then is about communication. You may have doubts about your topic choice for your project. So if so, you need to communicate with someone and discuss it, because it is very important and significant. For example, in my choice, my mom supported me and helped me. So, and finally, it is about self-management skills. So to be honest, I think my self-management skills contributed to the successful results. So the same to you, if you want to get the best results and really achieve your goal at its time, by its time. So just do everything by its time. Don't procrastinate. That's all. Thank you for your attention. Thank you, Malika. I'm glad to hear that there were people who have supported you, and the family was very supportive, I think, as well. And hopefully your brother likes the table. Жақсы, келесі біздің спикеріміз Дінмұхамед Аида. Аиданың супервайзері Байжанова Алия ханым, және де оның жобасы кино туралы бейне подкасттарды YouTube платформасына жасап шығару және Telegram каналына блог жүргізу. Аиданы тыңдайық. Сендердің ойларыңша, жасөспірімдердің ана тілінде сөйлеуді қалайша жақсартуға болады? Тек қазақ тілінде сөйлеу арқылы қазақ тілінде ақпарат пен контентті көбейту және адамдардың қазақ тілінде оқығаны арқылы жақсартуға болады. Осы тақырыптың аясында өзімнің жобамды таныстырғым келеді. Жобамның атауы кино туралы бейне подкасттарды жазып, YouTube платформасына шығару және Telegram каналда блог жүргізу. Бірінші ретте сіздерге өнімнің басты мақсатына көз жүгірткім келеді. 5 бөлімнен тұратын әртүрлі тақырыпты қозғайтын бейне подкаст жасау, оны YouTube платформасына жариялау, аудиториямен кино туралы ойларымен, идеяларымен бөлісу, киноға байланысты бірнеше тақырыптарды зерттеу, қазақ киноиндустриясы, кино және театр, Telegram каналын құру, каналдың көмегімен блог жазуды үйрену. Осы мақсатқа сай қандай өнім шыққанын жеткім келеді. Көріп отырғандарыңыздай, менде екі өнім, біріншісі YouTube канал, ал екіншісі Telegram канал. YouTube каналында мен әртүрлі тақырыпты қозғайтын 5 бейне подкаст жасаған болатын. Бұл жерде мен кино және театрды салыстырдым, қазақ киноиндустриясына анализ жасадым, талантты режиссерлердің жұмыстарын талқылаған едім. Ал Telegram каналда көбінесе әртүрлі жанрдағы киноларға рецензия, ішкі пікірімді публицистикалық стильге сай білдірген болатынмын. Неге мен осы жобаны таңдадым? Біріншіден, мен орыс тіліндегі, ағылшын тіліндегі подкастты тыңдайтын едім. Және әрдайым қазақ тіліндегі подкасттардың саны басқалармен салыстырғанда аз еді. Осы мені көптеген адамды алаңдататын сұраққа жетеледі. Неліктен біздің ғаламторда қазақ тілінде контент өте аз? Осы сұрақ мені қатты алаңдатты. Сондықтан да ойлана келе, отаныма деген сүйіспеншілігімді қазақша подкаст жасаумен, блог жүргізумен көрсетуге бел будым. Тап осы кезеңде мектепте жеке жобаға нұсқаулық беріп жатыр еді. Сондықтан да подкаст пен блог жазуды жеке жоба ретінде жасауға кірісіп кеттім. Екіншіден, мектепте үйренген сөйлеу және мәтін жазу дағдылары менде жақсы дамыған болғандықтан, жобамды осы дағдымен байланыстыруды жөн көрдім. Үшіншіден, мен киноның үлкен фанаты болғандықтан, кәсімді кино тақырыбына арнау қызық болады деп санадым. Осылайша мені алаңдататын мәселе, қолымнан келетін дағдылар және өзімді қызықтыратын тақырыптар бір жерде бірігіп, жоба мен және қоғам үшін жақсы әсерін тигізе алатындықтан осы жоба таңдалған болатын. Жобамның маңыздылығы неде? Біріншіден, қазақша контент менің жағдайымды бейне подкаст жасау арқылы ғаламторда қазақ тіліндегі контент көбейе түседі. Егер де аудитория қазақша контенттің көбейіп жатқанын көретін болса, өздері де қазақша контент жасауға тырысатын болады. Бұл бізді екінші пунктқа алып келеді.
Қазіргі кезде жасөспірім ғаламторда өте белсенді. Егер де мен өз мысалыммен аудиторияға қазақ тілінде ақпарат тарататын болсам, басқалары да қызығып, ана тілімізде ақпарат жасайтын болады. Және осылайша ана тілде сөйлеу, ана тілде ақпарат алу оңайырақ болады. Үшіншіден, қазақ тіліндегі ақпарат көбейген сайын, халық ақпаратты қазақша оқитын болады және сауаттылық, білім деңгейі жақсара түседі. Осылайша қоғам ішіндегі мәдениет дамитын болады. Қазір сендерге жобамның есе қаларлық сәттеріне көз жүгірткім келеді. Біріншісі, подкасттарға сценарий жазу. Мен айтып өткенімдей, мен әртүрлі жанрда және стильде мәтін жазғанды жақсы көремін. Және өзімнің подкастыма сценарий жазу маған ләззат әкелді. Әсіресе монолог жазуда креативтілігіне шек жоқ, және ойыңды әртүрлі жолмен жеткізе аласың. Бұдан басқа монологымда дыбысқа жазу да қызықты болды. Дикциямен жұмыс істеу және аудиторияны қызықтыру үшін әртүрлі интонация қолдану маған үлкен тәжірибе мен дағдыларымды шыңдауға мүмкіндік берді. Оған қоса қоршаған ортаңға адамдармен қарым-қатынас құру қызықты болды. Себебі отбасым, достарым бірінші болып подкасттарымды тыңдап, маған кері байланыс берді. Және олардың көмегімен подкастты жақсарта алдым. Ал менде подкасттардың астындағы комментаторлардың көмегімен алдағы уақытта қандай тақырыптар туралы айтуды түсіндім. Жалпылама осы екі кезең менің есімде қалды. Ал енді сендерге болашақ 10-шы сынып оқушыларына өз кеңестерімді берейін деп едім. Біріншісі және ең бастысы, өз жобаңды өзіңмен, тұлғаңмен, дағдылармен байланыс. Тек осы жағдайда ғана сен жобаға толықтай беріліп, одан ләззат ала аласың. Екіншіден, жобаңның қоғамға қалай әсер ететінін ескеруді ұмытпа. Себебі қоғамдағы өзгерістер индивидуумның ойларынан, ал сосын әрекеттерінен басталады. Мүмкін сен қоғамды ойландырар, келесі Грета Тунберг болатын шығарсың. Және ең соңғысы, жобаңды ерте баста. Біздің бағдарлама қиын, мен оны түсінемін. Алайда тайм-менеджментті сақтау сенің менталды денсаулығыңды сақтап қалады. Әсіресе есеп беру дедлайндары жақындаған кезде. Әзірше менде осы назарларыңызға рахмет. Жақсы, рахмет Аида, көп рахмет. Жалпы менің де бір қызық болғаны, сіздегі жобада сіз орыс тілді сыныптансыз, иә? Қателеспесем. Сол орыс тілі сыныптан болып, қазақшаңыз өте керемет, дауысыңыз да интонацияңыз да жақсы, сол мені өзі қызықтырды басында. Және де болашақта подкасттарда жалғастырасыз деген ойдамын, себебі дауысыңыз подкастқа өте қолайлы. Okay, so our next speaker is Berdiqulov Davletjan. His supervisor is Tuyhan Davlet. Davletjan will be speaking about renovating the school in India, the project that he did this year. So, hello everyone, my name is Berdiqulov Davletjan, and today I'd like to present to you my personal project, which is renovating a school in India. So, first of all, do you know how an average rural state school in India looks like? I'll show you the photos. Almost each child in the rural state faces those horrible conditions, and I decided to help this particular school. And here I'll explain how I did it. So, I'm at crowdfunding area in last March when I received the message from my supervisor. So I had to find the area which would make me interested. So during that time, there was a coronavirus and many people were engaged in crowdfunding in order to collect some money. And therefore, I decided to choose this area. And amongst many companies, there was a Bill and Melinda Gates Foundation. I watched several videos about their accomplishments, and they were solving the problem of poor educational conditions in developing countries. So amongst the breadth of countries, I decided to choose India. Why? Because as following. So first, at least 35 million children aged between 6 and 14 years do not attend school. 53% of habitation is illiterate, and 53% of girls between 5 and 9 years are illiterate. So here is the first reason why I decided to partake in charity. This is the responsibility towards the international community's members. As we know, every single person in this world is the member of the international community, and our responsibility is to help each other in order to make the world better. And second is the sense of relatedness, since all of those children studying in that Indian school are the same students just like us, and if we compare our conditions, they don't have enough opportunities.
So my goal was raising a certain amount of money to renovate the school in India. My global context is globalization and sustainable development, which leads to the problem of poor educational conditions. So raising awareness of the problem and making the personal project, presenting it in front of such audience is globalization itself. And sustainable development is that I help the educational system in India. So here is the first step. I contacted the Blaze Foundation, which had a fundraiser on GoFundMe website. I proposed to them my help and they readily accepted it. So here is the result. This is the fundraiser itself. I wrote a short description. They sent me the photos of the school and I set the goal of £500. Later on, I'll explain you why the currency is in pounds. And here is the final result. £257 were raised within 13 days. And it is about $341 after the 3-person fee. So here is the photo. Here are the photos of the school before the renovation. Here is the renovation process itself, and it is the final result, the new school. And you can see the major changes in that now children are getting enough chances. So here is the help that I received. The first issue is registration on GoFundMe, since as it turned out, only people from the European Union or the USA can register in it. It made me baffled since I had no friends from other countries. That's why I wrote in the chat of my former friends, like, is there anyone abroad? And one of them replied to me and told me that, yes, I can help you with this. And it was my friend from the UK, and that's why the currency is in pounds. The second issue was raising funds, since in 3 days there was no money at all, not a single cent. So this problem was solved by the blogger with wide audience, about 100,000 followers. Basically, I reached out many bloggers and only he replied to me and raised the problem's awareness, and it is the challenging part. And here comes the most dreadful part. It is receiving the renovated school's photos, because when you see that when you contributed to those children's development, that now they can study properly, it is an amazing feeling. And here is the advice for the 9th graders. First is do what you like, because if you are really passionate about your subject, your personal project, then you will do it first quickly, and second, you will enjoy it. The second is obvious, time management, since if you create your own schedule and devote at least 1 hour a week to your personal project, then you will succeed. This is my further engagement. I'll be engaging in charity later on as well, since I really liked it. And I will be participating in volunteering organizations. Thank you for your attention. Thank you, Dalitana. I think one of the successful criteria for your project was the results, and you actually can see the results and can see that you have contributed to something that seems to be too far, like India. You cannot see and you cannot touch the country or be there, but however you have contributed to the education of India. So that's pretty amazing work. Thank you. Okay, следующий наш спикер и последний наш спикер — это Тутаева Лейла. Лейла у супервайзера Лейлы Нулабаева Айсара, и Лейла будет говорить о иллюстрированном руководстве для самостоятельного изучения немецкого языка. Хорошо, Лейла, если вы готовы. Вам виден экран? Пока нет. Да. Как мы знаем, в нашей школе преподаются разные языки. Есть и китайский, корейский, немецкий, французский языки. И, скорее всего, надеемся, что для наших учеников руководство будет тоже полезным. Спасибо. Всем здравствуйте. Извиняюсь за казус, который сейчас произошел, потому что ночью у Казахтелеком очень плохой интернет, но не суть. Меня зовут Тутаева Лейла, и сегодня я бы хотела познакомить вас с своим персональным проектом. Это самоучитель немецкого языка по уровню А1.
Моя цель заключалась в том, чтобы изучить немецкий язык с нуля до уровня А1 включительно, создать иллюстрированный самоучитель по этому языку и распространить его желающим освоить немецкий язык абсолютно бесплатно. Вообще, я давно хотела начать изучать немецкий, но всегда откладываю. Поэтому данный проект был для меня подходящим моментом сделать это. В моей семье многие знают или только сейчас изучают немецкий язык, некоторые даже живут в Германии. Я решила пойти по их стопам. Также в Германии много сильных вузов, интересных программ обучения и, что немаловажно для меня, бесплатное высшее образование. Просто учить немецкий язык был для меня не такой сложной, осмелюсь сказать, целью, поэтому я решила создать целое учебное пособие для первого уровня. Мой продукт. Я оформляла все в своей любимой цветовой гамме, тщательно подбирала визуальные детали и систематизировала все правила в таблицах и схемах, которых мне так не хватало в бесплатных материалах. Грамматические правила также объяснены на примере моих персонажей ключевой истории. Я специально создала ключевую историю, чтобы аудитории было легче и интереснее впитывать информацию. Также перед началом работы над моим самоучителем я специально сдала экзамен в Гёте-университете на уровень А1, чтобы удостовериться в своих знаниях. Всего в моем самоучителе есть 55 страниц, где ознакомление с алфавитом и 7 тем. В качестве глобального контекста я выбрала личное культурное выражение. Ведь во время процесса изучения немецкого языка я расширила свой кругозор, и эстетическая часть самоучителя, точнее его оформление, было для меня, так сказать, усладой. Ведь я не зря развивала свой визуальный вкус на таких предметах, как искусство и дизайн. Также мне помог русский язык, ведь я использовала подходящий стиль речи для описания правил и повествования моей ключевой истории. И следующий слайд. К слову, я уменьшала масштаб своего проекта, но не продукта, потому что в самом начале я для себя поставила слишком высокую планку. Я хотела и нарисовать все иллюстрации самой, и изучить немецкий язык с нуля, и сделать самоучитель. В итоге я нарисовала всего лишь 2 иллюстрации, их вы можете видеть здесь. Далее все картинки я взяла с бесплатного приложения Canva. Слева, например, моя история из Инстаграма, ведь я свой продукт распространяла в своем блоге с аудиторией в 10 тысяч человек. Я открыла телеграм-канал и бесплатно выложила свой самоучитель там. Мой самоучитель подходит под любой тип аудитории, вне зависимости от вашего гендера, возраста или социального положения. Я совершила свой продукт на 100%. Через 3 дня после публикации моего самоучителя его приобрело уже 66 человек. И не буду скрывать, но самой приятной частью в моем проекте это читать отзывы, потому что многие меня хвалили, я поняла, что могу подавать информацию понятно, кратко, не пропуская самое важное. Также у некоторых даже появился интерес к изучению немецкого языка, так что думаю, я достигла своей цели. Может быть, я буду развивать этот проект дальше, потому что некоторые подписчики хотели бы видеть другие самоучители в моем исполнении. Я думаю создать самоучитель на разговорный английский или же на уровень А2 по немецкому. Ну и напоследок рекомендации для учащихся 9 класса. Вроде бы очевидные вещи, но все же. При постановке цели обязательно рассмотрите все свои возможности. Если вы выберете то, что не в силах осуществить, у вас появится неприязнь к своему же проекту. Надо выбирать то, что не только воодушевляет вас, но и будет развивать в правильном направлении. Вот серьезно говорю, выбранное вами занятие должно пробуждать искру в ваших глазах. Вы не думайте, опять этот проект, я не хочу, а знаете зачем, для кого вы это точно делаете. Поэтому нельзя себя заставлять. Лично я, когда делаю какую-либо работу или суммативку, всегда ищу вдохновение или же сама его жду. Потому что работа, проделанная с большим энтузиазмом, сильно отличается от той, где его нет вовсе. Ну, на этом, в принципе, все. Всем спасибо за внимание и всем желаю успехов. Еще раз извиняюсь за проблемы с интернетом. Все хорошо, ничего страшного. Спасибо большое, Лейла. Очень надеемся, что это тоже продолжится, и вы будете другие языки тоже писать, руководство писать, и их будут наши студенты, либо другие студенты читать и изучать языки по вашему руководству. Хорошо, всем спасибо. Осымен біздің жеке жоба конференциямыз аяқталды. Жоба соңында сіздерге барлықтарыңызға алғыс айтқым келеді, және де алғыс хаттың түрін сіздерге көрсетіп кетейін деп едім электронды түрде.
Алғыс хат түрі осындай. Сіздер ертең оны қағаз күйінде ала алатын боласыздар кейіннен. Ал әзірше сіздерге электронды алғыс хат беріледі. Барлық супервайзерлерге, барлық студенттерге, оқушыларға осы бір жыл бойына жалғасқан жобаны өз қан мен терін төккен және де біраз жұмыс атқарған оқушыларға сіздерге рахмет көп. Және де осы сіздерді қолдаған супервайзерлеріңізге рахмет, кураторларға, байланысқа шыққан кураторларға рахмет. Жалпы мектеп қауымдастығына осы қолдау көрсеткен мектеп қауымдастығына рахметімізді білдіреміз. Және де осы соңында трансляция бойынша ақаулар шыққаннан кейін тағы да келіп кешке жиналып өз жұмыстарын көрсеткен сіздерге 8 оқушыға көп рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік. Болашақта да дәл осындай керемет жобаларды көреміз деген ойдамыз. Және де тек қана алға деп айтамыз, себебі DP-де болсын, өмірде болсын, тек қана жақсыға қарай, алға қарай жылжи беріңіздер, өздеріңізді дамыта беріңіздер, тоқтамаңыздар.